Ассаламағалейкум. Бүгін сіздермен осындай әдемі вуп жастықты тігуді үйренетін боламыз. Бізге қажетті заттар екі түрлі мата қажет. Жасыл және ақ түстен, енді өздеріңіз қалаған матаны таңдайсыздар. Бұл маталардың ені ұзындығы 190, ені 25 сантиметр. Бізге осы жасыл түсінен 2-3 штук керек. Матаны қиған кезде түгі төмен жатыңқы жағына матаның ұзындығынан қиямыз. Ұзындығын қалай білеміз? Ол матаны сипаған кезде түгі төмен жатып тұрса, ол матаның ұзындығы болып саналынады. Енді ақ матадан бізге 1 штук керек, ұзындығы 190, ені 10 сантиметр. Ақты да матаның ұзындығы бойынша қиып аламыз. Енді матаның ұзындығы бойынша 3 матаны біріктіретін боламыз. Қолымызбен сипап отырып, түктерін төмен қарата отырып, 3 матаны біріктіреміз. Бірінші жасыл, ортасына ақ мата, екінші, үшінші қатар тағы да жасыл болады. Міне 3 түстіден біріктіріп тігіп шығамыз машинкамен. Түктерін төмен қарата отырып тігеміз. Матамызды біріктіріп болдық. Енді бізге квадраттар сызуымыз қажет. Ең бірінші бізге қажетті сызғыш қажет және ручка. Бұл квадраттарды кәдімгі бормен сызса да болады. Бормен, бірақ біз тігіп бітеміз дегенше бор кетіп қалуы мүмкін, сондықтан ручка ыңғайлы. Осында 2,5 сантиметрлік сызғыш керек бізге. Егерден жоқ болса, 2,5 сантиметрді қолдан өлшеп отырып сызатын боласыздар. Ақ мата біріккен жерінен осылай сызық сызып аламыз. Бізге 5 қатар сызық қажет, осындай полоска қажет. Бес қатар сызық сызып алдық. Енді екінші жағына да тура осындай 5 қатар сызық сызамыз. Матаның соңына дейін сызып шығамыз осылай. Екі жағына да 5 қатардан сыздық. Енді бірінші матаның қисығын түзеп аламыз. Бұрыш шығаратын линейкамен матаны түзейтін боламыз. Және де тігіске 1 сантиметр қалдырамыз. Тігіске 1 сантиметр қалдыра отырып, осылай матаның қисықтығын түзеп аламыз. Енді осы 2,5-дық сызғышпен бізге квадрат сызуымыз керек. Бағанағы 5 сызығымызға қарама-қарсы осылай сызып шығатын боламыз, квадраттар сызатын боламыз. Бұл квадраттарды матаның соңына дейін 190 сантиметрлік ұзындыққа дейін сызып шығамыз.
Мына қатарларды санаған кезде матаның соңына дейін 166 қатар шығу керек. 166 қатар шығу керек квадрат. Егерден шықпай жатса, немесе артық болып жатса, кем болып жатса, оған уайымдаудың қажеті жоқ. Квадраттарымыз ең соңында 66 болу керек. Көрдіңіздер ғой. Квадраттарымыздың бәрін сызып алдық түгел. Енді бізге тігіс тігетін сызықтарды белгілеуіміз керек. Мына беті 5 қатар, мына беті 5 қатар. Екеуін қосқанда 10 қатар. Қараңыздар, енді осы жерде мұқият болыңыздар. Ең бірінші қатардағы квадратты, міне осылай сызамыз. Бірінші квадрат сызамыз, екіншісін бос қалдырамыз. Үшінші квадрат сызамыз, төртті бос қалдырамыз, бесті сызамыз. Міне бір квадрат бос қалдыра отырып, осылай қиғаш сызықпен сызып шығатын боламыз. Енді екінші қатардағы квадратқа арғы бетінде дәл солай осылай қиғаш сызықпен сызып шығатын боламыз. Бір квадрат қалдыра отырып, осылай дәл алдыңғыдай сызып шығамыз. Міне енді екінші қатарға кеуіштік. Екінші қатардың біріншісі квадратты сызбаймыз, бос қалдырамыз. Екінші квадратқа қарама қарсы сызық сызамыз. Сонда бірінші қатардың сызығы мен екінші қатардың сызығы бір-біріне қарама қарсы болып, елка сияқты болып шығу керек. Келесі беті де тура солай. Бірінші квадратты қалдырып, екінші квадраттан бастап сызамыз, және үшінші квадратты қалдырамыз, төртіншісін сызамыз. Осылай бір квадрат бос тастап отырып сызықты шығамыз. Ал енді үшінші қатар ол бос қалады. 4 пен 5-ке сызық сызатын боламыз. Төртінші қатардың біріншісінен бастаймыз сызықты, екіншісін бос қалдырып, үшіншісінен бастаймыз. Міне. Бесінші қатардың бірінші квадратын бос қалдырамыз да, екінші квадратын сызамыз. Қиғаш сызық. Сол кезде елка болып шығу керек. Елка сияқты бір-біріне қарама-қарсы сызықтар шығу керек. Міне осылай матаның соңына дейін түгел сызып шығатын боламыз. Екінші қатар, міне көрдіңіздер, бірінші квадрат бос болады, екіншісін сызамыз. Бір-біріне қарама-қарсы елка сызық шығу керек. Екінші беті де дәл солай. Үшінші қатарды мүлдем сызбаймыз. Үшінші қатарды бос қалдырамыз. Мүлдем сызбаймыз. 4 пен 5-ті сызатын боламыз. Міне сызып болдық. Енді екі бетін бізге біріктіруіміз керек. Екі ұшын біріктіруіміз керек осылай. Астыңғы мен машинамен өзіме жол салып осылай белгілеп сызып алдым, что біріктірген кезде астыңғы сызықпен бетінігі сызық дәл бірдей бетпе-бет бірігіп тұру үшін осылай бірінші астыңғы матаға бір сызықпен жол салып шықтым. Астыңғы сызықпен, міне үстіңгі сызық ручкамен сызып қойдық қой, сол
екеуі дәлме-дәл келтіріп, машинкамен бір сызықпен тігіп шығамыз. Міне біріктіріп шықтық екі бетін. Енді артық матасын қиып тастаймыз. Бізге енді квадраттарды сызылған сызықтарды бір-біріне біріктіру үшін бізге жасыл түс керек. Матаның түсіне сай жіп таңдайсыздар және 4-5 қабат қылып осылай қабаттап сабақтайсыздар инеге. Міне көрдіңіздер, бірінші квадраттан бастаймыз, шетінен алып отырып, сызық қалай қисайып тұр, сол сызық бойынша тігіп шығамыз. Рет тігеміз және тағыдай биікте отырып 2 рет тігеміз. Міне біз енді екінші қатардағы сызыққа өтетін боламыз. Екі қатарды бірден алып жүріп тіккен өте ыңғайлы, тез болады. Міне көрдіңіздер, екінші қатар. Мата жіпті бірден қиып отыруға да болады, бірақ мен қимай, осылай бос қалдырам, жіпті қимай қалдырып отырып тігемін. Екінші қатарға өткенде осылай жіпті тағы да бір бекітіп аламыз. Көрдіңіздер ғой? Ортасындағы жіп бос қалу керек. Екі қатарды бірден алып, екеуін бірге тігіп келе жатырмын мен. Негізі біреуден алсаңыз да болады, бір қатардан алып тіксе де болады, бірақ екі қатарды бірден алып тіккен тезірек. Бір рет тігеміз, тағы да екінші рет көктейміз, екінші рет тігеміз, сосын жақсылап бекітеміз. Енді бірінші қатарға қайтадан өтеміз. Міне арасында жіпті көрдіңіздер ғой, бос қалдырамыз, қиып тастамаймыз. Бекітіп аламыз жіпті, сосын сызық бойынша квадраттың екі ұшын біріктіреміз.
Енді екінші қатарға өтеміз. Екінші қатарда өтіп, сызық бойынша квадраттың екі басын біріктіретін боламыз. Көктегенде бірден екі рет тігіп отырыңыздар. Сол кезде сетінеп, сөгітіліп, жіптеріңіз неғып кетпейтін болады, сөгітіліп кетпейтін болады. Бірінші қатарға қайта келдік. Осылай екі қатарды кезек-кезек тігіп отырамыз. Бір мен екіні тігеміз, үш қалады, үшті тікпейміз, 4 пен 5-ті дәл осылай тігіп шығамыз. Арғы бетінде дәл солай. Бір мен екіні тігеміз, үшті тікпей қалдырып кетеміз, 4 пен 5-ті тігеміз. Міне бәрін осылай тігіп болды. Осында әдемі узор шықты. Енді бізге екі басын біріктіруіміз керек. Ол үшін осында бізге қатты жіп керек. Бұны базардан пресс жіп деп сұрасаңыздар да болады. Мақта көктеуге арналған, көрпе көктеуге арналған деп сұраңыздар. Және бізге осында үлкен тебен ине керек. Цыганский ине деп жатады ғой. Цыганский ине. Осында ине керек. Екі қабаттап аламыз. Міне матаны осылай қоямыз. Көрдіңіздер ғой, өзі волна болып тұрды. Біреуі көтеріліп, біреуі түсіп тұр. Осы волна арқылы міне көктейміз. Матаның шетінен 0,5 сантиметр қалдыра отырып, міне волна арқылы осылай көктейміз. Волнаның астынан үстіне міне осылай көктеп шығатын боламыз. Матаның шетінен көп қалдырмаңыздар. 0,5 сантиметр жетеді. Одан қалың 1 сантиметр, 1,5 сантиметр болса, онда біріктірген кезде дұрыс бастары келмей қалады. Міне көрдіңіздер ғой. Волнаның астынан үстінен осылай көктеп аламыз. Круг біткенше соңына дейін осылай дәл осылай көктеп шығатын боламыз. Міне бәрін көктеп болдық. Енді осылай тартамыз жібімізді. Жібімізді дәл осылай тартып, астынан байлаймыз. Байлаған кезде мақтап байлаңыздар бірнеше рет. Және бетін мына жағын, міне қараңыздар. Немізді қатпарларды реттеп, әдемілеп, қатар-қатар етіп түзулеп аламыз. Жіпті бекітпей тұрып, міне осылай дәл осылай қатарларды реттейміз.
бірнеше рет байлаймыз. 5-6 рет, даже одан да көп байласаңыздар болады. Және артық жіпті кеспей қалдырамыз. Осындай артық жіпті қалдырамыз ұзын қылып. Енді екінші жағын да дәл алдыңғыдай волна бойынша көктеп тігіп шығатын боламыз. Міне көктеп болдық. Енді бізге 1 килограмм холофайбер қажет. Жібіміз кетіп қалмау үшін осылай қолмен ұстап тұрыңыздар. 1 килограмм холофайберді салып шығатын боламыз. Жақсылап, нығыздап. Қолымызбен жақсылап түзеп шығамыз. Жетпеген жер болса қайтадан ашып салса болады. Жетсе бірден бекіте салсаңыздар да болады. Міне көрдіңіздер ме, осылай толмай қалған, дұрыс болмай қалған жерлеріне қайтадан әдемілеп холофайбер салып жіберіңіздер. Нығыздап, жақсылап салдым, міне. Енді бекітуіміз керек, жіпті байлаймыз. Сіздерге бұл жерде кішкене бір адамның көмегі керек, жалғыз өздеріңіздің күштеріңіз жетпеуі мүмкін, байлай алмауларыңыз мүмкін, сондықтан бір адамды көмекке шақырыңыздар. Бірден байлай салмай, мынау нелерді, қатпарларды рет-ретімен қатарлап әдемілеп қойып шығамыз. Тартып байлаймыз. Бірнеше рет байлаңыздар, өйткені
мынау жіп өзі тез сөгітіліп шығып кететін, шешіліп кететін жіп, тарқатылып. Жіпті ұзындау етіп қиып, артық жіпті ішіне салып тастаймыз. Енді бізге осы көктелген жерді, тесік жерді жабу үшін бізге осындай Сваровский түйме мен үлкен түйме қажет. Екеуін екі жағына қоятын боламыз. Үлкен түймені біз енді ақ велюр матамен қаптап аламыз бірінші. Түймеден үлкендеу етіп, осылай ақ матаны дөңгелек етіп сызамыз. Сызып алдық. Енді кәдімгі 40-шы жіппен дөңгелегіміздің шетіне бастап көктейміз. 3 мм қалдыра отырып көктеп шығатын боламыз. Салдық. Енді ортасына түймені салып қаптаймыз. Міне қаптадық. Енді осы түймелерді екеуін екі жағына қойып тігіп шығуымыз керек. Жіппен өткізіп шығуымыз керек. Ол үшін бізге осындай үлкен тебен ине және де алдыңғы көрсеткенде ақ жіп, кәдімгі көрпе көктеуге арналған қатты жіп. Соны 4 қабаттап алып, 4 қабаттаймыз. Міне осылай 4 қабаттап алып, бірінші мата қапталған түймемізден өткіземіз. Екінші бетінен инемізді өткізіп, енді бұл жағына Сваровский түймені қадап кететін боламыз. Енді инемізді алдыңғы қарама-қарсы өткізіп, дәл осылай міне көрінімізді тартамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыз да болады. Түйме қатты ішке кіріп тұрып
кіріп тұратын қылып жасасаңыздар да болады, немесе томпайып шығып тұратын қылсаңыздар да болады. Егерден қатты тартсаңыздар түйме ішке қарай кіріп тұратын болады. Жақсылап бекітіңіздер. 5-6 рет осылай түйіндеңіздер. Өйткені бұл сетінеп кететін жіп. Артық жіпті қимаймыз, бірден ішіне салып тастаймыз. Міне біздің буф жастығымыз дайын. Өте әдемі, сәнді көрінеді. Сыйлыққа берсеңіздер де өте әдемі.